Отандық дәрігерлер жанарынан айырылған науқасқа жарық сыйлады. Ұлттық нейрохирургия орталығында өте сирек кездесетін диагноз бойынша операция сәтті аяқталды. Мидағы ісік көру қабілетін төмендетіп, соңында екі көзі бірдей көрмей қалған 22 жастағы бойжеткеннің жанары қайта қалыпқа келді. Операция үстелінде жатқан бойжеткеннің жасы 22-де. 2 ай бұрын оның екі көзі бірдей көрмей қалған. Бір сәтте қос жанарынан айырған аурудың аты кранифарингиома, яғни мидағы ісік үлкейіп көз тамырларын басып қалған. Ісік мынау. Көз нерв нерден келеді, былай қазір. Нерден көз келеді да, екі көз нерв екі жақтан сөйлемді турецкий седло түрек ершігінің үстінде қиылысады жартылай. Ол ісік бас миының туа біткен ісіктерінің қатарына жасады, қатерсіз ісік болғанмен толық алынбаса, ота кезінде, операция кезінде жиі рецидив, то есть қайта өсу жағдайлары кездесіп жатады. Кесел туа бітті. Ісік бірден емес, біртіндеп өседі. Сол себептен бастапқыда түк сезілмейді. Бірақ адамның жағдайы күрт нашарлап, ауру қысқа уақытта асқынады. Күнім айда осылай болған. 22 жасына дейін басында ісіктің бар екенін білмеген. Оқуын аяқтап банкте қызмет етіп жүрген кезінде су қараңғы соқырлыққа тап болады. Ешқандай көрмей қалды, жолды көрмей қалды. Тамақ берсең, киімдерін ауыстырсан, сатыларды бәрін өзіміз жетектеп, өзіміз отырғызып, қасық вилка, тостақтарына дейін бәрін алдына жылжытып беріп отырды. Қолын сипап, сөйтіп тауып алып отырды. Әбден жылаған күндеріміз де болды. Операцияның жасалғанына бүгін 7-ші күн. Күнімай аяғынан тұрды. Қос жанары қалыпқа келді. Ісік үлкейген сайын көздің несін біртіндеп жабыла бастады. Қазір фемин деп ашылып келе жатыр, көзім Мамандар ауру асқынса көмектесу мүмкін еместігін айтады. Сондықтан дерттің белгілері анықталысымен тексерілу қажет деп отыр. Асима Нұрбайқызы, Жасұлан Жақсы, Қарлығаш Тұрғынбекқызы, Қазақстан ұлттық телеарнасы.